қымбатты махаббат сүйер қауым, бүгін желтоқсанның 2-сі, керемет ауа райы, әрине қар өте қалың болғанымен бүгін Яйби пікірсайыс клубының жастар үшін бұл суық ауа райы және қалың қар ешқандай кедергі келтірген жоқ. Біздің көңілімізді көтеру үшін. Сондықтан бүгін барша Яйби пікірсайыс клубының жастары, белсенді жастар, белсенді мүшелері бүгін бейресми шара ретінде атап өту үшін жаңағы керемет жиынға, яғни бүгінгі керемет күнді жақсы өткізу үшін бәріміз Яйбиге жиналған болатынбыз. Сол барысында бүгін көптеген ойындар барысында бүгін жаңағы достарымыз бәріміз керемет қыдыруға, керемет сапарларға шықпақпыз. Олай болса, бүгінгі сапарларды тамашалауға сіздер шақырамыз. Міне біздің сапар барысымыз қызық бір оқиғадан басталды. Журналистке тиіспейміз. Режиссерға тиіспейміз. Режиссерға тиіспейміз. Режиссерға тиіспейміз. Сұмдық мына жастар. Что-то Айжан үсті нормально, что-то осыны қатасындар ғой. Біздің координаторлар бүгінгі біздің керемет көңіл көтеруімізге ешқандай қалың қарда және суық ауа райы әсер еткен жоқ. Яғни Яйби пікірсайыс клубының белсенді мүшелері бүгін суық ауа райына және қалың қарға қарамастан өздерінің көңілдерін көтеру үшін бүгін Яйбиға жиналған болатын. Сапар барысы осындай керемет ойындардан басталды. Олай болса сіздер керемет, тағы да керемет күтпеген оқиғаларды күтуіңізді сұраймыз. Тема, алда үлкен пландары бар, бары қызық болады деп ойлаймыз. Әрине сіздерден қызықты оқиғалар, қызықты ойындар күтеміз. Міне осындай, тура осындай. Бека бүгін әбден қарғымды. Бірақ енді Бека өш алады. Бека өшіңді аласың ба? Әлі алды әлі. Алам дейді, көріңдер ма? Алды әлі. Бәрі алды. Не olmay қояқ біз. Қымбатты достар, қымбатты махаббат сүйер қауым, олай болса өзіміздің кезекті репортажымызды одан ары жалғастырамыз. Біз қайда барамыз қазір? Біз қазір елкаға барып келеміз. Ары қарай қызықты сонда тамашалаймыз. Айжан, бүгінгі қызықты сапар туралы не айтасың? Ештеңе айтпаймын. Неге айтпайсың? Әшейінде ауыз жалым өткі, ештеңе айтпаймын не қойды? Может, мен ауыз ештеңе жауып қойдым. Жоқ, енді бүгінгі керемет сапар туралы алда қандай қызықты нелер күтіп тұрсың? Мен құлатпаса болды. Құлатпаса болды дейді Айжан. Жарайды. Бека, есіңдің ба? Айжанды құлатыңдар бірінші. Жоқ, Айжан вообще қарға түспеген. Иә, тап-таза қарасыңдаршы. Қазір ғана Ақмарал ханым соққысынан жапа шеккен. Ақниет мырза, не айтасыз? Күтпеген қандай әсерде болыңыз? Болады ғой? Сұп-суық қарды бетіне басып жүргенде. Бұл қиын жағдай болып тұр. Иә, көріп тұр қиын жағдай. Сізді түсініп тұр. Болашақта алда әлі 3 ай қыс бар дегенде бұл жайтты біз талқылаймыз. Жарайды. Рахмет сұхбатыңызға. Тағы да амандасқанның арты жоқ дейді, армысыздар. Тағы да қадірменді қымбатты махаббат сүйер қауым. Бүгін Беклеу мырзадан сұрадым, қандай жоспар бойынша қыдырамыз дейді. Беклеу мырзаға айту бойынша ешқандай жоспар жоқ, яғни жоспарсыз болған нәрсе бәрі жабайы түрде болады. Сондықтан керемет қызықтар күтіңіздер бізден. Бүгін құрметті достар, көріп тұрғандарыңызда Яйби пікірсайыс клубы. Давай жүргізіңіз. Жалпы көпке жарық бүгінгі достар жиналған. Бүгінгі біздің жиналып отырған себебіміз осы достық қатынасымызды одан ары жаңа қатайтуға, нығайтуға келіп отырық. Бүгінгі Ақмарал жоқ, айнала беріңдер. Жалпы қазір біздің көздеріңіз көріп тұрғандай біздің жаңа жылға арналған шырша тұр. Жаңа жылдың шыршасы тұр. Осы шыршаны біздің қазіргі Яйби клубының, дебат клубының, дебика клубының балалары қазір айналайын деп жатыр. Енді өзім шынын айтсам ыңғайсыз болып тұр, өзім айналып. Қане қойынышы. Әлібек, давай. Бір-екі ұшпасалдық қызық моментті түсіріп алыңыз осылай. Әрине. Қымбат достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз сіздерге бұл сапар басталмас бұрын қызықты сәттерді сіздерге жеткіземіз деп уәде берген болатынбыз. Олай болса, сол уәдеміз әлі өзінің күшінде. Біз керемет сәттерді сіздерге көрсету барысындамыз. Тамашалаңыздар. Яйби пікірсайыс клубының мүшелерінің өздерінің бір сәтке болса да жастық шақтарын естеріне алу сәті.
Білесіздер, түсінесіздер, режиссер болған өте қиын. Жалпы түсіргеніңізге көп рахмет. Қазір айналып болдық. Осылардың ең арасында ең қатты өзім балалық шағын еске түсіп кетті ғой Бектілеу мырза. Бектілеу мырзадан сұхбат алайықшы, жүрші Бектілеу мырзадан. Бектілеу мырза сізге біраз. Осы біз байқап тұрдық шетінен, сіз осы балалық шақты есіңізге түсіріңіз ғой, қатты секіріп, осынша. Иә, сол балалық шағымызды есіме түсіріп жатырмын. Мен не дегенім, жасым 20-ға келіп қалды, енді жақында 21-ге уже үлкен көшеміз, сол үстіне кішкене балалық шақты, иә, шал болды уже. Кішкене балалық шақты есіме түсіріп жатырмыз сол. Бүгін барлығымыз шыққан неміз, мақсатымыз сол болған, кішкене ойнап көріп деген сияқты. Сол. Дұрыс. Біздің кезек сапарымыз осындай керемет, жаңа жылдың әсер сыйлайтын керемет. Осындай ойыншықтардың арасында өтпекші. Біздің Бектілеу мырза, координатор Дәулет мырза, өздерінің басқа да VIP пиксас клубының мүшелері өздерінің жақсы шақтарын еске алу мақсатында бұл ойыншықтың жақындамақ. Солай болса көрейік. Talk about please and thank you. They're complimentary words if you want nice things to happen. They're the words that and frolic in the autumn mist near a land called Honolulu. A little Jackie paper out of that Roscoe and walking strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, up the magic dragon lived by the sea and frolic in the Jackie kept a lookout birds and puffs gigantic tail. Біздің сапар осындай керемет қызықты жолдармен, асулармен, көптеген бір ізді қарлармен жүруден басталды. Олай болса, ары қарай тамашалаңыздар. Алло, Ақмарал. Келе жатық, мен бара тұрық. Хорошо. Давай. Не жабай. Негіз білесіздер, любой ортада осындай бір жабайлар болады, білесіздер. Байқұс балалар оның қолдары қатып, соны жасады, еңбектеніп. Мынаның істеп жүрген тірлігін қара. Қазір өзіміз істейміз, әдеміліп тұрып. Иә. Жас болады қазір. Кім бір істейді деген. Дұрыс. Жалпы Бектілеу мырза, бүгінгі сапар барысында бір-екі ауыз айтып жіберсеңіз өзіңіз. Сапар бүгін қызықты болып жатыр, шыны керек. Көңіліміз толды. Барлық айтылғандардың бәрі келді, қызықты, көңіл көтеріп жатырмыз. Бар қыздар, жігіттер болып мына жерде. Қазір Ғайнидың машинасында негізі 4 қыз келе жатыр. Ғайнидың машинасында. Және Ғайнидың машинасын алдында негізі бір бой ұзындау бір әдемі қыз ба? Дебат клубында жаңадан келген бір қыз келе жатыр. Оның қазір репортаж барысында көресіздер өздеріңіз. Негізі айтқанда Ғайнидың машинасында тек қана қыздар отырады дегенмін. Сонымен тек қана қыздар отырды да. Түсінікті, рахмет. Қазір біздің мақсатымыз Ғайниларды тауып алу, Ақмаралдарды. Олар білмеймін, мына орманның ішіне адасып кетті ма, бір жерде тұрып қалды ма, білмедік енді. Мына үлкен орман ішіне керек ше. Бұл жерде адам адасады, үлкен тоғай ішіне керек, ну тоғай. Бұның ішіне кіріп кетсек, талай адамдар бұл жерде қаза тапқан деген сияқты. Өте трагедиялық жағдайлар орын алған, сол үшін қазір біздің миссиямыз тек тез Ғайниларды тауып алу, Ғайни және оның қасындағы ұзын қысқа қыздарды. Түсінікті. Бектілеу мырза, өзіңіз бұл жерде адасып кетемін деп қорықпайсыз ба? Біз негізі енді осы тоғайдың былай шын кезде енді старожилы дейді ғой, сондай кісілеріміз ғой енді. Мына ағаштардың бәріміз өзіміз отырғызып отырғанбыз. Барлығын өзіміз бақтап өсіргенбіз енді. Енді бұл жерде адаса алмаспыз енді біз енді. Сақалымыз сапсиып енді білмедім. Рахмет. Тағы да кеш тақытын келеді. Баршаңызға біз өзіміздің сапарымызды жалғастыру барысындамыз. Және де мен сіздерге бүгінгі сапар барысында өтіп жатқан қызықты оқиғаларды сіздерге көрсететін боламын. Бүгін міне өзіміз айтқанымыздай белгіленген нүктеге келдік. Бұл жақта көп сөзді созбай, барлық қызық ортада секілді, сондықтан кеттік сол жаққа. Иә, қазір ғана біз өте қорқынышты сәттерді тамашалап, өзімізге ертең айтып отырған басым болды. Дайынсыздар тұр ғой? Иә.
міне Дәулет мырза өзінің кезекті жертвасын дейді ғой, яғни кезекті өзінің қарсысын іздеу барысында. Жоқ, мен сен неше түрлі қыздар бар екен. Өзіміздің қыздарына алып жігіттерін көрсетіңдер. Салтанат жатсыз өтірік атаның артына тығылып келе жатыр, ұялмайсың ба? Не ана қылдың? Қазір ғана өзінің Айжан ханымның қолына дәу қарсы алғанда қарағанда. Мә, ұятсыздар қойсыңдар сонда барын. Мә, Ахмет, жамайын. жігіттен барымызды бір ағадан тәржімеген оғани. Жауыңда! Сташ. Мында таң. Біздің Дәулет мырза ел. Салтанат ханым кек алайын деп жатыр өзі. Батыр. Ауырады. Алексея. Құралбек ол. Алексея. Негіз басында тиіспейміз деп. Операторға тиіспейміз деп. Иә, координатор режиссерға тиіспейміз деп айтқан болатын, бірақ көріп тұрғандарыңызда міне екінші ең көп маған тиісті міне. Ильяс, сен өзің шомылмадың. Мамочки, вы чё? Ильяс, сен өзің шомылмадың. Мамочки, вы чё? Ильяс, шыдамас едім, как ты так? Бірінші курс еще позор. Иә, ойын қызатын секілді өте, иә. Бүкіл планды бұздың ғой. Ура, коварно. Это я. Дәулет мырза, алған әсеріңіз қалай қылады? Арқамнан біреу өлтіріп оң қабырғам сынған сияқты. Ана ораз жүрғаны. Бүгін Оразбекті төбеге лақтырайын деп Жағдайыңыз қалай, Альбек мырза? Жағдай өте керемет, көңілді ұнады маған, ешқандай ренішінің бәрі. Қарға қанша рет құладыңыз сіз? Егер санап айтатын болсам, нақты бір 5-6 рет құладым, осымен 6 рет құладым. Ұнады ма? Ұнады шын, әрине қоятын ұнады. Барлық сұраққа жауап Қыстуаға қарызарды, бірақ шынымен ұнады. Бірақ менің орнында басқа біреуде болуы мүмкін. Тамашалаңыздар, Ғани мырза.
Нас Карина тұрғын. Айжасы кеттік давайте. Жо. Күні ертайны лақтыру. Айнырды лақтыру түсіге қойды. Aylarını lақтыру. Бақытсың Айжан, бақытсың. Тағы да кеш жарық қымбатты махаббат сүйер қауым. Біз бүгінгі керемет өзіміздің сапарымызда керемет сәлем деген өте астарды кереметтерді Ақмарал ханым бізге кеңес берген осы жерге барайық деп. Әрине кейбір адамдар әрине жақтырмай басында келмей сол ойлаған болды. Одан кейін астарының дәмін татып көрмесең мүлдем ойларың бәрі өзгерді. Кеш жарық құрметті көрермендер, менің әріптесім Шынтемір Қалибек. Аты? Және және де сүйкімді де сүйікті Халилова Ақмарал ханым. Олай болса біз бүгін сіздерге бүгінгі біздің керемет Яйби пікірсайыс клубының жастарының белсенді мүшелерінің бүгінгі күнін, яғни сіздерге қандай керемет сыйлықтар жасаған, қандай керемет уақыт өткізген сіздерге бүгінгі күн барысында сіздерге жеткізіп отқан болатын. Сондықтан бұл жерде әрине көптеген видеолар түсіру барысында көптеген өзімізде қарға кіріп қызықты сәттерді бастан кешірген болатынбыз. Әрине бүгінгі біздің шығу себебіміз осы біздің одан әрі өзінің достығымызды нығайту үшін шығып отырмыз. Кешіріңіз. Жалпы бүгін жаман емес болды, күн жақсы басталды, Әлібек мырза. Бірақ ең соңынан Әлібек мырзаны келіп күтумен болды. Енді универге келіп Әлібек мырза келгенше мен қарындасына өзім жалғыз өзім жүгіріп алған. Сол Әлібек мырза өзі негізі бүгін оператор боламын деген, бірақ оператордың өзі қатты шомылып жаман кішкене ауырып қалмаса болды енді. Болмаңыз. Мойындаймын. Шыны керек, мен шынымен тырыстым, бар ынтаммен, бар күшіммен дейді. Бар ынтаммен тырысқаным соншалық тіпті өздеріңіз көре жатарсыздар. Бүгінгі сапар барысында керемет ыстық оқиғалар түсіру барысында өзім де қарға кіріп шомылмаған сәттерім болды. Қалыптасқанның арқасында. Ол үшін еш өкінбеймін. Әрине бәрі өте керемет өтті. Сондықтан да осындай достық кездесулеріміз көп бола береді өз арамызда. әрине болашақта өте көп болса табиғатқа шығып денсаулығымызға да пайдалы және де одан әрі достығымызды нығайтып, бір-бірімізді жақсы жақтан танып, дұрыс тамақтанып, бөле жеп бәріміз бір-бірімізбен күшті болды, әрине дұрыс. Мен Ақмарал ханыммен толықтай келісемін. Бұл бірінші Бекілеу мырзаның идеясы болады. Және Ақмарал ханым және менің үшеуміздің идея болады. Ал жүзеге асыру барысын Дәулет мырзаға, қалған келген барлық мүшелерге көп рахметімізді айтқымыз келеді. Бұл кештің, бұл яғни сапардың уақыттың ең қызықты өткен себебі ол бәріміз бірге бірлікті оқиға жаңағы бас қосқан сәтте басталды. Мінекей қымбат достар, уақыт өтті, кеш батты. Барлығымызда белгілі кезген нәрсе басталды және оның аяқтауы болады. Сондықтан біздің соңғы аялдама бүгін максимум болып отыр. Әрине бүгінгі керемет сапарды сақтап отырып, біз осы ортада бүгін киноға кірмекпіз. Бәріміз ары ойландық, бері ойландық, бірақ қоштасып келмедік. Қызықты айтсақ, кино туралы, спорт туралы. Әрине Бекілеу бригадаға кіреміз деді, қалған жігіттер басқа киноға кіргіміз келді. Жоқ, анда киноның атын айтсақ, жігіттердің кіргісі келген киносының атын айтсайшы. Жігіттер, олар «Мой парень псих» деген киноға кіргісі келді. Бәрі жігіт бола отыр. Ал Бекілеу бұл пікірге тікелей қарсы шықты. Сол арқылы бригадаға кіргісі келді. Бірақ өкінішке орай ешқай жақында жаңа қалаулар болған жоқ, ешқайсысында орын болған жоқ, қызық болған соншалық басқа бір «Джунгли» атты киноға ғана орын қалды. Сондықтан біз соған кіруге мәжбүр болдық. Қазір уақыт 10 болды, 10:30-да кино басталды. Біз соны күту барысында жігіттер күтіп отыр. Ал қалған жайтты сіздер кино көріп біткесін сіздерге жеткізетін боламыз. Мына жерде не бар? Әрине
бірінші киноға кіру үшін нан әрине ол нан болмаса сән болмайды, ән болмайды дейді ол. Нанды тістелей отырып біз нанды алдық басқа нәрсеге қарап. Ең бірінші алған нәрсеміз нан болатын. Одан кейін қалған ұсақ түйек нәрселер. Бір сөз айтайын. Ағалық ақылым болсын, барлықтарына. Жалпы өмір болғаннан кейін соңына дейін күресу керек сияқты. Айтса болмайды да, бір-екі нәрседен кейін қайтудың керегі жоқ болсын. Айтарым осы. Соны түсінгеніңе рахмет сенің. Иә. Одан кейін айтамын, мынау бекерден бекер алынған жоқ маған. Өзінің символикасы бар. Махаббатқа толы нандардың да бар екен негізі десем да. Негізгі идеям осы. Мен Ілияс досым жақсы көремін. Оразбек жақсы көремін, Әлібек жақсы көремін. Бекерде қыз. Әрине сіздерге айтатынымыз барлық қызық әлі алда. Бізбен бірге болыңыздар. Барлық қызық тек осы жерде. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамауыңызды сұраймыз. Тағы да қайырлы түн дейміз. Қайырлы кеш деуге біздің аузымыз бармайды. Жалпы деп айтайық. Бүгін күн өте керемет өтті, баршамызға ұнады, өте керемет, өте әсерлі. Болашақта осындай күндер жиі болып тұрған ол біздің тікелей арамызда жылы қалыптасқан өте көп әсер етті деп ойлаймын. Қазір ғана біз «Джунгли» атты фильмнен шықтық, өте қатты әсер қалдырып, шыны керек махаббаттың не екенін бізге жетелеп түсіндірген осы фильм болатын. Ал қалған сапар барысын сыртқа шыққан соң қалай қоштасуымыз сол жерде тамашаласыздар. Тағы да біздің арнамыздан ақтарыңыздар. Әрине, қайырлы түн баршаңызға. Қайырлы түн деп отқан себебім түнгі сағат, яғни 2-ден 32 кетті. Бірақ біздің достығымыз әлі біріміз үйге қайтаруға ешқандай мұрша бермейді. Сондықтан әлі осында жүрміз. Дәл осы жастықтың жалынды шақтарында осындай керемет өлең шумақтар еске түседі. Жастық шақ дүниеде ең қымбатты, бәйгеге бастап айдар қиялатты, пәк көңіл сері мінез қайран жастық ешкімге ойламайтын қиянатты. Немесе Мұқағали ағамыздың өтеді өмір өтеді, бақытта байлық кетеді, осынау қысқа өмірде сыйласып өтсек жетеді деген керемет өлеңдер еске түседі. Бүгін күнді керемет бастадық және керемет аяқталу үстінде. Баршаңыз көріп тұрғандай, Максимада бәрі қайтып кетті, бірақ біздің керемет жылылық достығымыз бізді әлі күнге дейін түнгі сағат 3-ке дейін бізде осындай керемет атмосферада қалыптастыра отырып ұстап тұру барысында әрине өте қиын, бір-бірімізді қимай, қоштасуға қимай, яғни бір күнге ертең көрсеміз, сонда да қоштасқымыз келмейді. Бүгін уже көрсеңіз 2 сағаттан кейін иншалла. Бұйырса әрине бүгін. Сондықтан бүгін жалпы бүгінгі сапарға, бүгінгі өткен кешімізге келген барлық UIB пікірсайыс клубының жастарына көп-көп рахметімді айтқым келеді шын жүректен. Және біздің бүгінгі қасымызда қалған, соңына дейін қалып осындай керемет уақыт өткізген достарыма шыны керек рахмет айтқым келеді. Шыны керек, қоштасу өте қиын, бірақ амал не кез келген нәрсенің танысу және қоштасу деген нәрселер бар. Амал жоқ, үйге қайтуға тырысамыз, сондықтан Қимастықпен қоштасамыз, шыны керек. Айлы түнде жұлдыз санап өткізесің бе? Бүгін Жарияланамын мен сені. 45 секунд қалды адамдар, давайте. Олай болса Бекбек мырза 45 секунд деп хабарлатып, бәріміз ойымыздағы нәрселерді айтып қалуларыңызды сұраймын. Бәрі Бүгінгі күнмен де ерекше қалды басқа уақытта. Бәрінің есінде қалды. Сессияны жақсылап тапсырыңдар балалар. Рахмет. Керемет Көп қиялдай бермеңдер. Және махаббатқа сеніңдер ең бастысы. Ол шынымен бар. Иә, ол бар. Ол бар. Осындай керемет күнді бастан 15 секунд. осындай керемет достарды керемет күнді сыйлаған біріншіден Аллах тағала шын жүрегіммен шүкірлік білдіремін, сансыз шүкірліктерді білдіремін. Шыны керек осындай күндеріміз болашақта бола берсін дегім келеді. Рахмет. Сау болыңдар.